Алдын ала айтып қояйын, бұл видеодағы мен жасаған айтқан заттарды істемеңіздер. Сәлем достар, сіздермен бірге Тайрап, және бұл оңай ақшаның екінші сезоны, және бұл тағы бір сериясы. Нешінші екенін ұмытып қалдым. Бүгін бізде өте қап-қара, кәдімгідей өте қара схема болады, және бұл схеманы қайталамаңыздар, просто қайталамай қойыңыздар. Мен жай ғана сіздерді таныстырып жатырмын. Бұны істеуге болмайды. Мен өзім істеп көрген жоқпын, және ешкім істемеңіздер вообще. Мен жай ғана сіздерді таныстырып жатырмын. Және барлығын жүректеріңізге серьезно қабылдамай қойыңыздар. Мен комментариялардан көріп жатырмын, бұл мен ойнама, бұл істеуге болмайды, анау деп. Мен жай ғана таныстырып жатырмын. Бүгінгі схеманың темасы, бұл біз сотка сататын боламыз, бірақ негізі сатпаймыз. Ең алдымен біз өзіміздің соткамызды аламыз, или біреудің соткасын аламыз. Әйтеуір бір сотка керек, нормальный сотка керек. Соның, мысалы, сол сотка 50 мың тұрса, 25 мың қылып объявлениеге шығарып қоямыз. Бір адам табылса, сатып алатын адам табылса, бір өзіңіздің үйіңізден алыс жерге барыңыздар, сол жерге кездесеміз деп айтыңыздар, алыс жерге. Және обязательно басыңызға шапка, бетіңізге маска, қара или любой, мұрныңыз бен аузыңыз жауып тұратын маска, шапка, сіздің шамалы жарты көзіңізді жауып тұратын. Сіздің түріңізді білмейтіндей қылып, обязательно велосипед или машина. Сосын тағы керек заттарды айтайын. Бұл 2 бірдей пакет, және все. Сіздің соткаңыздың коробкасы, зарядкасы и наушнигі там. Сосын болды. Осылар керек. Сосын үлкендеу рюкзак керек. Все. Басқа ештеңе керек емес. Және мен қазір бұл не үшін екенін айтайын. Сіздер сататын сотканы коробкасына саласыздар, и все. Зарядка мен наушникті салмайсыздар, оны басқа пакетке салып қойыңыздар. Ал коробкадегі телефонды, басқа пакетке. И все. Потом жаңағы адаммен кездесуге барасыздар, сатылатын адаммен. Ол адамға, рюкзагыңыздан жаңағы коробканы аласыздар, ол адамға қаратасыздар, телефон тексеріп алыңыздар, мынау деп. Адам егер айтса, жарайды, сатып аламын десе, онда сіздер ақшаны аласыздар да рюкзакқа салып қойыңыздар. Қалтаңызға салсаңыздар түсіп қалуы мүмкін. Сосын айтасыздар, міне телефон деп беріп жатқан кезде, сосын тоқтап қаласыздар да. Қазір мен зарядка мен наушнигін ұмытып кетіппін. Сосын чехолды да бере қоямын подаркаға деп. Адам максимально қуанып сеніп қалу керек. Чехол туралы айтпауға да болады, егер бергілеріңіз келмесе. Артқа қарайсыздар обязательно. Сіздердің арқаларыңыз адамға қарап тұру керек. Сіздер артқа қарайсыздар да, рюкзагыңызға басыңызды бұғып, жаңағы пакеттен наушник пен зарядканы аласыздар да, коробкаға саласыздар оны, зарядка мен наушникті. Коробкадегі сотканы аласыздар да, рюкзагыңызға салып қоясыздар. Сосын коробканы пакетке саласыздар, және екінші пакет бар ғой, ол соған жаңағы пакетті саласыздар. Одан да көп қылып пакет алып алуға болады. Адам аша алмайтындай қылып, ұзақ уақыт. Аша алмайтындай қылып емес енді. Шамалы қарап тұратын көп уақыт керек бізге, қашып кететін. Сосын жаңағы адамға пакетті бересіздер да, ол пакеттің ішінде, коробканың ішінде тек қана наушник пен зарядка бар. И все. Егер чехол бергілеріңіз келсе, қолыңызда чехол аласыздар да, адамға көрсетесіздер чехолды. И все. Потом велосипедке отырасыздар да, просто қашасыздар. Все, сіздерде ақша бар. Білем, зарядка мен наушникті
наушниктен айырылып қалдыңыздар, бірақ бір құлақ істемейтін наушник или китайский зарядчик бере салуларыңызға болады. Осылай минимум бір 2 сағатта там, 3 сағатта или 25 000 теңге. Easy. Бүгін бізде осындай болды, оңай ақшаның тағы бір сериясы, және бұны қайталамаңыздар вообще. Мен уже неше рет, 4 рет па айттым, қайталамаңыздар. Мен просто таныстыру ретінде айтып жатырмын. Бұны қайталауға болмайды. Бұл заңға қайшы келеді. Сіздермен болған Дереп. Келесі видеоны күтіңіздер.